Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ешқандай да заңгерлік кеңес бермеймін. Бұл видеода мен Америка Құрама Штаттарының тәуелсіздігі жайлы айтамын. Себебі бүгін 4 шілде Америка Құрама Штаттарының тәуелсіздік күні. Егер де қызық болса, онда видеоны әрі қарай көреміз. Тәуелсіздік күні ағылшынша Independence Day 4 шілде 1776 жылы Америка Құрама Штаттарының Ұлыбританиядан тәуелсіздігін жариялайтын Америка Құрама Штаттарының тәуелсіздігі декларациясының қабылданған күні болып аталып өтеді. Тәуелсіздік күні ақш-тың еркін және тәуелсіз ел ретінде туған күн болып саналады. Көптеген американдықтар бұл мерекені 4 шілде деп атайды. Мереке от шашулар, шерулер, пикниктер, сондай-ақ жиналыстар, адамдар мен рәсімдерге үн қататын саясаткерлер сондай-ақ ақш үшін дәстүрлі басқа да мемлекеттік жеке іс-шаралармен бірге өтеді. Мереке 1776 жылдың 4 шілдесінде тәуелсіздік декларациясы қабылданған еске түсіреді. 2 шілде 2 континентальді конгресс дауыс беру арқылы тәуелсіздік туралы резолюцияны қабылдап, оны маусым айында Вирджиния штатының Ричард Генри Ли қарауға ұсынады. Ол кезде Америка Құрама Штаттарының қазіргі территориясының шығыс жағалауында орналасқан 13 британдық отарлардан тұрғындары 1764 жылы Британ парламенті валюта туралы заң шығарғандықтан ағылшын патшасы мен парламентімен соғысқан екен. Бұл заң американдық колониялардың әкімшілігі өздерінен жеке қамтамасыз етілмеген және бақыланбайтын басып шығарылған ақшаларды шығаруға тыйым салынған екен. Және оларға барлық салықтарды, алтын мен күміс монеталарды төлеуді жалғастыруға міндеттеген. Соғыс 1775 жылы басталған. Тәуелсіздік декларациясын Томас Джефферсон басқарған 5 комитет дайындаған екен. Алғаш рет ресми құжатта колония Біріккен ұлттар ұйымы деп аталған. Бір күн бұрын Джон Адамс әйелі Абигейлге хат жазған екен. Хатында ол 1776 жылы шілденің 2 күні Америка тарихындағы ең ұмытылмас күн болады. Мен бұл күнді кейінгі ұрпақтар жыл сайынғы үлкен мереке ретінде атап өтетініне сенемін. Бұл күн азаттық күні ретінде салтанатпен және шерумен, қойылымдармен, ойындармен, спортпен, мылтықтармен, қоңыраулармен, отпен және де әшекейлермен атап өтілу керек. Ол бүкіл құрлықта және барлық уақытта аталып өтілу керек деп жазған. Тәуелсіздік күні патриоттық қойылымдармен бірге ол ұлттық мереке болып саналады. Басқа жазғы мерекелер сияқты тәуелсіздік күні көбінесе ашық ауада өткізіледі екен. Тәуелсіздік күні бұл федералды мереке, сондықтан маңызды федералды мекемелер, мысалы ақш-тағы пошта немесе сот, немесе ақш федералды соты бұл күні жұмыс істемейді екен. Егер де бұл күн дүйсенбі күнге тура келсе, онда көп отбасылар бұл күні демалыстарын пикникке барып өткізеді екен. Сондай-ақ бұл күні көптеген саясаткерлер өзінің рейтингтерін көтеру үшін жасалған іс-шараларда өздерінің заңдарын, тарихын, сондай-ақ өз елінің халқын дәріптеп сөйлейді екен. Зергерлік бұйымдар, мысалы лента мен шарлар әдетте қызыл, ақ, көк болады екен. Яғни бұл түстер Америка Құрама Штаттарының жалауының түстері болып табылады. Америка Құрама Штаттарының туының түстері болып табылады. Сондықтан таңертең шерулер өтеді, ал кешке қарай от шашулар өтеді екен. Қазақстандағы ақш мемлекетінің елшісі Уильям Мозер мырза болып табылады. Ол кісі дипломатиялық қызметте 1984 жылдан бері жұмыс істейді екен. ақш, Украина, Қазақстан, Египет, Суринам және Мали елшіліктерінде қызмет еткен екен. 2011-2015 жылдары ақштың Молдовадағы елшісі болған. Соңғы жылдары ол ақштың әлемдегі дипломатиялық өкілдіктерінің ғимараттарының құрылысы мен эксплуатациясын жүзеге асыратын мемлекеттік департамент бастығының бірінші орынбасары болып жұмыс істеген екен. Мозер мырза орыс, неміс және француз тілдерін өте жетік біледі. Саясаттану саласында диплом бар. Үйленген 3 баласы бар.
Бұған дейін әрине ақш-тың Қазақстандағы елшісі Джордж Кролл мырза болғанын білетін шығарсыздар. Мозер мырза осы мүмкіндікті пайдаланып, мен бүгін Америка Құрама Штаттарының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Елдеріңіз дами берсін. Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама Штаттарының арасындағы достық қарым-қатынас нығая түссін деп айтқым келеді. Осымен достар, бүгін сіздермен Америка Құрама Штаттарының тәуелсіздік күні. Осымен достар, бүгін сіздермен Америка Құрама Штаттарының тәуелсіздік мерекесі жайлы біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Бұл мерекені бізге не үшін айтып жатырсыз? Бізге қатысы қандай деп ойлап отырған шығарсыздар. Мұндай ақпаратпен бөліскен себебім бүгін сондай-ақ менің де туған күнім. Именно осы күні мен бекерден бекер туылмадым деп ойлаймын. Өзім бір іштей осы Америка Құрама Штаттарымен бір байланысым бар сияқты болып көрінеді өзіме. Төменде комментарийде өздеріңіздің құттықтауларыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Егер видео ұнаған болса, онда лайк басамыз. Сондай-ақ каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.